Сәлеметсіздер ме балақайлар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 61-ші сабақ пысықтау сабағын өтеміз. Бүгінгі сабақта алған біліміңізді пайдаланатын боламыз. Бірінші тапсырма: сағат қай уақытты көрсетіп тұр? Осы уақыттарды жолда қардан тазалайтын техникалар не істеді? Суреттегі іс-әрекеттердің арасында неше сағат өтті? Балақай, бірінші суретте бізде қар тазалайтын трактор тұр, ол сағат 6-да өзінің жұмысын бастаған. Яғни ол сағат 6-да жұмысын бастап, 3 сағат бойы, яғни сағат 9-ға дейін ол өз жұмысын жасады, яғни ол жан-жақтың қарын тазалады. Екінші сағатта бізде сағат 9 болды, ол жердегі трактор жан-жақтың қарын тазалап, үшінші жүк таситын КамАЗға барлығын дайындап қойды, Ал үшінші сағатта бізде сағат 3 болды, яғни сағат 9-да жұмысын бастаған трактор сағат 3-ге дейін өз жұмысын жасады, яғни осы аралықта бізде 6 сағат өтті. Яғни бізде бірінші трактор өз жұмысын 3 сағат жұмыс жасаса, ал екінші трактор бізде өз жұмысын 6 сағат жасады, Келесі тапсырма бізде өзіндік жұмыс. Шыршаға арналған ойыншықтарды тіз, қандай амалдар таңбасын қою керек, түсіндір. Балалар, бізде мына жерде шыршаға арналған ойыншықтар бар, Енді осыларға біз белгілі бір амалдарды қойып, шыққан нәтижені айтуымыз керек, Бірінші суретте бізде 4 қосу 2 тең 6, яғни бұл жерге біз қосу амалын қойдық. Екінші суретте бізде 3, 1 тең 2 дейді, яғни біз 3-тен 1-ді алсақ 2 шығады екен. Бұл жерде алу таңбасын қойдық. Үшіншісінде 7, 3 тең 4, яғни 7-ден 3-ді алсақ 4 деген сөз. Енді соңғысында балалар 2-ге 3-ті қоссақ бізде 5 шығады екен, Бұл жерге қосу таңбасын қойдық. Келесі тапсырма бізде топтық жұмыс. Үшінші тапсырма: фигуралардың қайсысы артық, неге екенін түсіндір. Фигураларды ойша бір бағытқа бұрып, оларды салыстыр. Балалар, бізде бірінші суретте бізде төбеде сары тұр, одан кейін астында бізде жасыл және де сары тұр, Оны біз екінші суретке былай аударатын болсақ, яғни сарысы шықты, мына жағындағы жасылы тұр, Ортадағы 2 көк және де қызыл фигуралар бар, Бұл жерде яғни бізде бірінші, екінші сурет дұрыс деп тұр. Ал үшінші суретте бізде екі жағында да сары бар, жасылымыз бар. Ортада бізде қызыл, екі жағында көк, бұл да бар екен, яғни бізде үшінші суретте дұрыс болып тұр. Енді балалар, бізде төртінші суретті қарайық. Төртінші суретте бізде ортада көк болу керек, Екі сарының ортасында бізде балалар көк болу керек, Бұл жерде қызыл тұр. Енді екі көк фигураның ортасында бізде мына жерде қарасақ сары тұр, яғни бұл жерде бізде төртінші суретіміз, фигурамыз дұрыс емес болып тұр, яғни артығы осы. Енді есебінде қарайтын болсақ, бұл жерде бізде балалар екінші, үшінші, төртінші фигуралары дұрыс, салыстырып қарасаңыздар, төртіншісі бізде артық болып тұр екен. Бұл жерде қарайтын болсақ, балалар, мына жерде бізде, мына птичка тұрған жерде бізде жасыл, сары, көк болу керек. Ал бұл жерде ондай емес, бізде сары, қызыл, көк болып тұр.
Яғни қарайтын болсақ, балалар мына ә есебінде бірінші суретте екі жасыл, ортасы сары болғандықтан бұл бізде артық фигура болып саналады, иә. Себебі басқа суреттерге қарасақ, бізде ондай фигуралар жоқ, сондықтан да ол бізде артық болады. Келесі тапсырма балалар, 4-ші есеп шамалар жоба жұмысы. Үйіңде қандай сыйымдылықтағы кастрөлдер барын анықта, олардың суретін салып атын жаз. Мінекей балалар, бізде мына қазандар берген, олардың сыйымдылығын біз литрмен өлшейді екенбіз, иә. 1, 2, 3, 4, 5 литрлік кастрөлдер берілген. Енді астында мына азық-түліктерді білесің бе? Үйіңде немесе дүкенде олардың массасы немесе сыйымдылығын анықта, суретін салып атын жаз. Балалар, бізде мына жерде 2 ұн берілген, табиғи шырын берілген және де күріш берілген, иә. Ұнның сыйымдылығын біз килограммымен өлшейміз, яғни 2 килограмм, 1 килограмм деп мысал ретінде алсақ болады. Ал шырынды біз литрмен өлшейміз, ол жерде 2 литр сок бар десек болады. Ал күрішті килограмммен өлшеп, 3 килограмм деп мысал ретінде жазып қойдық. Осы заттардың суретін салып, сыйымдылығын анықтап көрсең болады. Олай болса, біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта бола ғой.